Саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер, назарларыңызда Жан Сарай бағдарламасы. Сіздермен бірге Гүлжайнар Қайымқызы. Бүгінгі жексенбілік хабарымыздың қадірлі қонағы 2000 жылы өткен республикалық жас қанат танымал әндер байқауының жүлдегері жас әнші Бейбіт Қорған туралы болмақ. Бейбіт дәл бүгінгі таңда Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында білім алуда. Өзінің ән қорында 6 тұрақты әндерін көрерменге ұсынып жүр. Бейбіт, ең алғаш сахнаға 2000 жылы жас қанат байқауынан жолдама алдың. Қазір жылдан астам уақыт өтті. Өнерде өзіңнің қандай қолтаңбамың бар деп есептейсің? Қандай болып жүреді? Өнерде енді менің ойымша тек қана ән айту, билеу сахнада. Қазақша орындап. Мен сол әзірше болашаққа сол желіп тұрсақ, жаңа әндер жазсақ, бір бейнеклип түсірсек деген оймен тырысудамыз. Қазір жаңылмасам студентсің. Қай курстасың, қашан бітіресің? Және өзің осы институтты аяқтағаннан кейін осы салада жұмыс істегің келмей ме? Әрине, мен оқып жатқан қазір өнер академиясы, Жүргенов атындағы өнер академиясының 4-ші курс студентімін. Эстрада және актер музыкалық драм факультетінде оқимын. Келесі жылы бітіремін, Құдай қаласа, амандық болса. Енді осы академияны бітіргеннен кейін маған театрда жұмыс істейтіндей мұрша болуға болатын еді, актер болып. Бірақ та өз жүрегімнің қалауымен, өзімнің қалауымен осы эстрада жолымен кетем деген ойдамын. Әнге алып келген қандай тылсым күш өзіңді? Енді жас қанат туралы айтатын болсам, ол мен үшін өте маңызды бір оқиға болды. Менің өмірімдегі. Өйткені бұл менің өмірімдегі ең бірінші үлкен сахнаға шығуым, және де сондай бір эстрадалық әндерімді ең бірінші алғаш рет профессионалдық деңгейде жазуым. Бұл жаңағы жас қанат байқауындағы менің достарымның, сондай мені қолдайтын адамдардың көп болуы да өзіме сондай бір ыңғайлы жағынан болды. Және өзім риза болдым. Шын керек, мен ояққа сайысқа мен орын алам деген оймен емес, жай өз-өзімді көрсетсем деп. Көрсеткенде емес, мен білмеймін енді.
жай сахнаға шығып осылай ән айтсам деп өзіме ұнайды ән айту. Сол әнімді айтсам, маған жеткілікті болған сол. Әзірше сол. Байқауға қатысқанша әртүрлі өзінің кезеңдері болады ғой. Сол жаңа әніңді айтып, ойдағыдай шығу үшін оны алдын ала өткізу керек, ол сұрыптан өту керек. Осы кезде өзің мына өнер деген оңай нәрсе емес ау деп қиналған кезің болды ма? Дұрыс айтасыз, әрине алдын ала қатты қиналдық. Оның жасырудың қажеті жоқ. Өйткені мынау менің мысалға бала сезім деген бірінші шығарған әнімізді, осы Жас қанатқа ең бірінші рет үлкен сахнада орындауым әні анаға арнап. Бұны жаңағы менің өзімнің курстасым әлі күнге қазір менімен бірге оқиды. Бұғыбай Қасымхан деген Моңғолиядан көшіп келген қазақ. Яғни ол жігіттің өзінің сондай музыкасында әнінде шығарып, осындай талантын бағалаумен бір жағынан өзіме де жақсы болды. Өйткені ол кісінің сол баланы шығарған әні өзіме өте жағымды болып естілді. Сондықтан сол бала сезім деген ән өзіме қатты ұнады, және өзім сол сахнада орындаған кезде өзім анам жаңағыдай көрермендердің бірі болып отырды. Қазір сен студентсің. Студенттер мәдениетті халық болса да қиналатын кездер болады. Сен өзің қазірдің өзінен демеушілер тауып, өзімді ертең өнеріме қолғанат жасайтын адамдар бар ау деп жүрсің бе, әлде студент деп ешкім саған назар аудармай жатыр ма? Оның ол жағын жасырып қажет емес, менің ойымша. Маған ешкімде студентсің, мен саған көмектесейін, не болмаса қаржы жағынан көмектесейік, қазақша айтып жатыр, өзіміздің қазақ қой деген. Ешкім, мүмкін мен өзіміз деуім керек шығарман. Бірақ та менің ойымша маған әлі ешкімде жақындап жаңағыдай көмектейді ғой. Қаржылық көмек көрсеткен ешкім әлі болған жоқ, әлі кездескен де жоқ. Мен әзірше өз-өзіме сенем, өз күшімде. Бірақ та мен сондай адамдар болатын болса, сондай ақшалары, қаржылары бар адамдар болатын болса, әрине мен ешқандай қарсылықты білдірмеймін. Керісінше мен шын көңілмен риза боламын. Соңғы уақытта айтып жатыр, мына қазақ эстрадасында жасалып жатқан клиптердің сапасы нашар дейді. Сен осыған қосыласың ба? Әрине қосылмаймын мен, неге қосылуым керекпін? Егер де ешкім көмектеспейтін болса, ешкім оған көңіл бөлмейтін болса, ешқандай қазақпыз деп ешкімге тырыспайтын болса, әрине ол дейтін осындай деңгейде болады. Мен мысалы Нұрлан мен Мұратты айта кетуге болады, олардың клиптері әзірше Құдайға шүкір дейін. Қазақ эстрадасының ішіндегі осы ең бір жақсы шығып кетіп жатқан клиптердің бірі, одан мысалға талай нәрсені үйренуге болады. Ал әрине біздің мысалы көптеген әртісіміз жетіп жатыр, көптеген қазақ эстрадасында. Неге олар көмектеспеске? Неге мысалы халық әндерін орындайтын қазақтың да әншілері бар. Мүмкін оғанда өзінің классикалық стилімен, мүмкін оғанда клип түсіруге болады. Енді ол жағын маған енді белгісіз. Неге көмектесетін, неге көмектеспейтін? Мүмкін көмектесіп жатқанда шығар. Өзің келешекте клипіңнің қандай болғанын қалар едің? Қандай тұрғыда түсіргенін қалар едің? Енді ешқандай әнші өзіне жаман клип түсіретін ешқандай қаламайды. Әрине жақсы деңгейде, жақсы бір профессионалдық деңгейде, ешқандай клиптен кем болмайтын, MTV солардың профессионалдық деңгейлерін құламайтын, өзіміздің осы айтады ғой көбісі Қазақстанда клип түсіретін болса, жаңа табиғатқа көбісін табиғатқа мысал ретінде алады деп. Неге алмайды? Біздің табиғатымыз мүмкін басқаларына артық шығар. Мен де алар едім. Мен де мысалға талай жердің Қазақстанның осындай, мысалға батыс жаққа қарасаңыз құмды жер, оңтүстікке қарасаңыз осындай таулы жер, Астана жаққа қарасаңыз, солтүстік жаққа қарасаңыз орманды жер. Көп табиғатта байлық деген жетіп жатыр. Мысалы Каспий теңізі бар, Арал теңізі бар. Әдемілік бізде көп. Бірақ оны қолдана алмаймыз. Өйткені тағы да бәрі сол қазіргі заманға байланысты бәрі қаржыға тіреледі керек. Менде маған арман деген ол мүмкін тағы да бір 2-3 жылдың ішінде бейне фильм сияқты ретінде түсіріліп, әзірше менде клип жоқ қой. Тағы да түсіріліп, сондай бір концерттерден үзінді ретінде алып алатын шығармын деген ойдамын. Енді әндерім, мысалға маған арман, ол менің қалтамда 2 жыл жатты. 2 жылда шыққан жоқ. Мен қанша рет айттым. Осы өлеңді шығарайық, осы өлеңді шығарайық, осы өлеңді жазайық деп. Асықпа. Мүмкін ол кісілердің үлкен тәжірибесі болғаннан кейін, мен мүмкін балалығым болғаннан кейін болар. Тезірек шығарсам, тезірек клип түсірсем деген сияқты. Кімдер сені асықтырмаған? Мысалға Пономарев, Ренаттың өзі де асықтырмайды. Мысалы, осы 2001 жылы конкурс қазақстанских песен деген бар. Қазақстандық әндер байқауы деген. Ол әнге мен мысалы сол өлеңді шығарайын деген оймен болдым. Бірақ та маған жаңа Александр Сергеевичтің айтқан сөзі, бұл өлеңді асықпай, бұрын орындап жүрген анау
Бала күн деген ән, сол әнді шығара сал. Мен өзім жаңа бір байқауға жаңа бір ән әкелсем, әрине өзіңе де бір жағынан сондай қызықты болып келеді. Содан кейін сол өлеңді айтқаннан кейін өзім біртүрлі болып қалдым. Мен лауреат атандым, сондай бәрі жақсы болды. Осының бәріне ризамын. Мүмкін өз күшіммен де алған шығармын деп ойлаймын. Енді басқалар басқа ойда шығар. Енді сол өлеңді содан кейін барып асықпай жаздық. Шыны керек, ол қазір сол ән ең бір жақсы әндердің ішіндегі бірі деп айтуыма болады. Әзірше сол. Жаңа айтып жатырсың, өзіңмен ақылдасатын, кеңес беретін адамдардың өзі асықтырмайды деп. Ал енді жалпы жас болғаннан кейін жігерің тасып тұрған уақытта бұл жарқыратып көрсету керек қой. Бәлкім ол кісілер сенің бірден жарқырап кеткеніңді қаламайтын шығар. Қалай ойлайсың өзің? Жоқ, мен ойымша қаламайтын болса, олар мені асықтырмайтындай еді. Және асықтыратындай еді. Білмеймін, мүмкін олар менің сондай болашақ, сондай жұлдыз болсын деген қаламайтын болса, мүмкін маған мүлдем көңіл бөлмейтін еді, менің ойымша. Әрине, егерде шын жаны ашитын адам болатын болса, егер шын осы жұлдыздан бір нәрсе шығады деген сияқты ойда болатын болса, әрине ешқандай асығыстың қажеті жоқ. Өйткені сен бүгін барсың, ертең жоқсың. Сондықтан ертеңгі күнді ойлау керек. Бүгінгімен өмір сүріп, болашақты ойлау керек. Мен өзім сондай маған сын айтқан адамдарды мен ұнатамын. Кейде ұнатпаймын. Мысалға, кейбір адамдар маған сын айтады. Бейбіт, сен осындай жердің кемшілік деп. Мен оны қабылдаймын. Сахнадағы кемшіліктерін қабылдаймын. Бірақ та өмірдегі кемшілік маған айтқан ұнамайды. Қай жағынан? Мысалы айтады, бейбіт, сенің дейтін осындай жерде, осы жерде дұрыс демедің. Сен мысалы осы жерде бүйтіп дұрыс қарамадың, бүйтіп кеттің, сөйтіп кеттің. Маған ол 5 тиынға қажет емес, оның маған айтқан сыны. Өйткені мен өмірде кез келген адамда өзінің кемшілігі болады. Кез келген адамда өзінің жақсы жағы болады. Өмірде қандаймын, өмірде сондай болып өтуіміз керек. Бәлкім ол адамдар сен жұлдыз болып кеттің, сол себептен де бізді достарыңды көзіңе ілмейсің деген өкпесі шығар, қалай ойлайсың? Енді ондай әңгіме болатын болса, мен көзіме ілмейтін адамдарды баяғыдан ақ ілмейтін едім. Егер көзіме іліп жүрген адамдар болатын болса, мүмкін сондықтан олар маған керек адамдар. Сондықтан мен олармен жақсы араласатын адамдарым, жолдастарым, достарым. Олардың маған сын айтқаны маған ұнайды, жолдастарымның. Өйткені мен білем, ол кісілердің маған деген көзқарасы қандай екен. Басқа адамдардың, мүлдем басқа адамдардың маған айтқандар тіптен жақтырмаймын. Өйткені ол адам біріншіден мен білмейді қандай екенімді. Екіншіден, ол мен көшеде бірінші рет көріп тұрып, бір нәрсе істегенімді көп қойып, сосын соған сын айтатын болса, мен ондай адамдарды мүлдем түсінбеймін. Алғашқы қадамды жас қанаттан бастап өнерге келдің, көтерілдің, сен халықтың адамысың. Ал енді былай сөзбен айтқанда жұлдыз деп есептейді. Сен өзің жұлдыз дәрежесінде жүрмін деп ойлайсың ба? Әлде соған жету үшін әлі біраз баспалдақтар керек па? Жұлдыз деп өзімді санайтын уақыттың бір күні келер деп ойлаймын. Әзірше мен өзімді жұлдыз ретінде санамаймын. Өйткені әлі маған талай еңбек жасау керек, талай шаршау керек, талай терлеу керек, талай әндер жазу керек, альбомдар шығару керек, клиптер шығару керек. Көптеген адамдардың, осы халықтың көзқарасына қалай екендігімді білуім керекпін. Сырттан қалай көрінедім. Жаңағыдай. Мен ойымша мен әлі жұлдыздыққа мен әлі жеткен жоқпын. Өйткені мен әлі жаспын, біріншіден. Екіншіден әлі менің ойлаған мақсатым, менің алға қойған мақсатым әлі жеткен жоқпын. Мүмкін жеткеннен кейін айтатын шығармын. Жаспын деп атсын, ертең сенің туған күнің. Егер құпия болмаса, қаншаға келесің, және өзің туған күнді тойлаған тәуір көресің бе? Әрине, туған күн тойлаған кімге ұнамайды, маған да ұнайды. Бәріне де ұнайды. Мен айналада қоршаған адамдарыма тіптен қатты ұнайтын шығар. Туған күн тойламауға да болады. Жағдайың жоқ болса, мынау болса. Әрине, достарың көмектесетін болса, тағы да ана кісі келіп көмектесетін болса, мына кісі келіп, ой, бәке, сіздің туған күніңіз, сіз қанша десе де 20-ға толып отырсыз. 20 дейтін ол өмірде бір-ақ рет өтетін нәрсе. Ертең күн, бүгінгі күн ба, ертеңгі күн қайдан білесің деген сияқты оймен туған күн жасаған өзіме ұнайды. Маған сыйлық алғанда ұнайды. Ертеңгі уақытта тәрбиелеген баламыздың еңбегін көріп отырсақ деп әрбір ата-ана армандайды. Сенің өнерге кетіп баратқан кезде ол кісілер қандай кеңес айтты? Қолдады ма?
Айта кететін болсам, мен әкем бұрын жас кезінде ауылда Қорғановтар жанұялық ансамблінің ішінде бас гитарада ойнаған. Мамам мектептің кезінде жаңа халық әндерін орындап, классикалық сондай көп көзге көрінетін адамдардың бірі болған ғой, екеуі де. Мүлдем қарсы болған жоқ. Өйткені мен мүмкін туғанымнан сондай болғаннан кейін шығар. Әлі күнге шейін анам айтып келеді маған. Сен осындай кішкентай кезіңнен бері сен бір ерекше бала болып тудың дейді. Мен көрмегеннен кейін мен анамның айтқан сөзін айтып отыр. Мен білмеймін ғой өзім қандай болған. Бірақ та менің әлі есімде, 6 жасында, 7 жасында қайта барып, ананы кастрюльді барабан ретінде соғып, мына жаққа келіп, ананы билеп, жаңа брек билеген кезінде, ол кезде брек деген жаңа бір модалардың ішіндегі бірі болды ғой. Сол жас кезінде талай көзге көріп жүргеннің адам болғаннан кейін мүмкін сөйтіп ата-анам мүлдем қарсы болған жоқ. Менің ойымша олар білді. Мен сол өнер жолына кететінімді. Отбасыда қанша боласыңдар? Және өзің сияқты тағы бауырларың бар ма? Мен де әнші болғым келеді, сен сияқты дейтін. Өте орынды сұрақ. Өйткені менен кейінгі інім Бекет деген інім бар, және Бақтияр, Бағдат деген 4 ағайындымыз. Бекет даусы бар, ән айтады. Бірақ та ол әншілік жолға мүлдем кіргісі келмейді. Өзіне ұнамайды, өзінің сахнада еркін істей алмайды. Бірақ та бір жақсы жері өзінің оқып жатқан жағрафия пәнінен Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаевтың қолын алып келді. Талай олимпиададан жүлдегері болды. Ол теориялық сабағының жақсы енді. Ол жағынан мен Иә, мен кейде ол Бекетпен кейде болып қалады енді. Мен мынаны талас болып, былай айтам, мен мына жақта айтам, ана жақта айтам, мынау тау дейтін мынандай болған деп. Ол енді бірден менің аузым жабады, өйткені сол жағынан, енді жағрафия жағынан тереңдеу. Қазір АГУ-да 1-ші курс студенті. Одан кейінгі інілері мен кішкентай әлі мектепте оқиды. Бірақ мақтанатын шығар осындай әнші ағасының барлығына. Білмеймін, ол жағын сұрамаппын, бірақ та қасындағы достарына әйтеуір айтып жүреді. Менің ағам. Жүрген кезде мына әйел заты өзіңе көзқарасы қандай? Қыздар сенің өнеріңді жақсы көретін шығар, әлде өзіңді ма? Кейде болады енді. Көбісі өнерімді жақсы көреді. Кейбір қыздар болады, жазып, хат жазып, жаңағыдай телефонға звондап жақсы көретіндер. Бірақ та бұның бәрі уақытша деп ойлаймын, өйткені менің ойымша ертең мысалға Құдай сақтасын, одан енді егер де өшіп қалатын болсам, мүмкін ол қыздар мүлдем звондамайтын шығар. Мүлдем телефонды звондайды, мен мүмкін мүлдем атын ұмытып кететін шығар. Ол жағынан мен ондай жаққа онша қатты көңіл бөлмеймін. Өйткені менің алға қойған мақсатым, сол мақсатымды орындалса, сол мақсатқа жетсем, сол өзімнің жаңағы өнер жолын әбден қалыптастырғаннан кейін, өз бойыма қалыптасқаннан кейін барып, содан кейін барып ойлармын деген ойдамын. Қытай сапары өзіңе не берді? Және бұл жерде қандай өнер сайысы өтті? Бұл жерде жаңағыдай байқау ретінде емес, біздің асқанат сияқты емес, Азат Ауса сияқты емес. Бұл жерде жаңағы фестиваль ретінде, қонақ ретінде. Енді айта кететін болсам, ол жақтан мен көп нәрсе үйрендім. Шетелдің аты шетел. Қай мемлекет болмасын, көбісі осы Европалық жаққа беттейтінін көзім жетті. Қытайша өз тілінде айта береді. Өз тілінде сөйлейді. Өз тілінде қимылдайды. Өздерінше жаңағыдай өзінің тек қана ұлттық барлығын алып келіп, тек қана сол батыс стильге жатқызады, жаңағыдай. Сондай билейтін жағынан ғана, сондай жастардың ұнататын жағына қарай жарысады. Өйткені бүкіл халық қолдайды. Бүкіл халықтың құлағына мүмкін сіңіп те қалған шығар. Маған өзіме ұнады. Сонда да батысқа еліктегеннің ешқандай артықтығы жоқ дейсің ғой? Ешқандай артықтығы жоқ. Одан тек қана жақсылығы болмаса, жамандығы болмайды одан. Өйткені батыстың бір жақсы жері, көп жақсы жері. Бұлар эстрада болмасын, не тағы бір өнер саласы болмасын, не тағы бір театр болмасын, не тағы да бір би жағынан болмасын, балет жағынан болмасын, қай жағынан болмасын, батыстың осы өмірге, дүние жүзіне бір жаңа бір стиль, жаңа бір көзқарас алып келетіндеріне қатты риза боламын.
ең алғаш гастрольдік сапарға шыққан кезде өзіңнің есіңде қалған қандай күлкілі оқиға болды? Жаңаөзенде Жаһандала деген халықаралық конкурс болды. Өте күлкілі болған жер, мынау сахна бүйтіп айтып жатқан әншілердің бәріне арт жағынан қарап тұрсам, жаңа бүкіл адайлар, адай деген ру бар ғой. Танысаң адаймын, танымасаң құдаймын дейді. Менің анам менде адай болып келеді. Сондықтан сояқтан жаңағыда бүйтіп қарап тұрсам, ұнамайтын жаңағы бишілер кеп билеп жатады ғой бір нәрсе. Өлең айтып жатқандар, ұнамайтындарға жаңағыдай пиваның лимонад, сондай пиваның бутылкалары болады осындай. Соны кәдімгідей сахнаға лақтырады. Ой, мен жаңа ойлап отырмын, қазір біраздан соң мен шығуым керекпін ғой. Мен не істеймін енді? Маған кәдімгідей бутылканы лақтыратын болса, Құдай сақтасын, мынандай басым жарып алып, не болмаса тағы бір жерін ұрып алып, сосын ауылыма қайта алмай қалам деген оймен болдым да. Жоқ, ол жақта таниды екен. Жаңа қыздары да бәрі де риза болып, ұлдары да риза болып, риза болып қайттым. Бірақ қорқып қалдың кәдімгідей. Бірақ кәдімгідей қорықтым. Өйткені енді өзіңіз ойлаңыз. Мен жаңа бутылканы лақтырғаннан қорыққан жоқпын. Мен ұнамай қалған шығармын деген ойдан қорықтым. Мүмкін мен халыққа жақпайтын шығармын деген оймен сондан қорықтым да. Жоқ, енді қорқамды жаңа бәрін ақтады. Есімде бала күнім, асығаты басырсап жүгіргенім, айналайын ай, балалық шақта деді бәрі бүгін. Ойнады күл балапам сенде бүгін, ай, ботақаным, балапаным, қолыным. Ашық болсын, жаңа болсын, әр күнің, перизаттай сенің бейнең алтыным. Қуанта бер пәк күлкіңмен жарқыным. Шағым елес боп қалды бүгін, көк масадай асырсап жүгіргенім, айналайын ай, шомылармыз үйректей ақ-қайықта. Балалығым сағымда қалды артта, ай, ботақаным, балапаным, қолыным. Ашық болсын, жаңа болсын, әр күнің, перизаттай сенің бейнең алтыным. Қуанта бер пәк күлкіңмен жарқыным.